Баршаңызға сәлем достар. Мен бүгін сіздерге творожный пирогтың жасалу жолын көрсеткім келеді. Менің каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Ол бізге үй температурасындағы сары май жақсылап араластырамыз шанышқының көмегімен. Енді бұның үстіне қантымызды саламыз. Тағы да біраз уақыт араластырамыз біріккенше. Араластырып болған соң үстіне жұмыртқамызды саламыз. Мен 2 жұмыртқа салдым. Тағы да жақсылап араластырамыз. Енді мен ұнға қопсытқыш салып дайындап қойдым. Енді жұмсақ қамыр илеуге кірісеміз. Қолға жабыспайтын жұмсақ қамыр болып шығуы керек. Мен бастында осылай шанышқының көмегімен араластырамын, одан кейін қолмен илеймін. Менің қамырым осындай болып шықты. Бізге осындай формочкаға қазір орналастырамыз қамырды. Енді начинкасына творог, қант, жұмыртқа, 2 жұмыртқа қосамын. Кукурузный крахмал. Кукурузный крахмал жоқ болса, ұнмен алмастырсаңыздар болады. Мен кішкене сгущенка құйдым және қаймақ. Барлығын блендердің көмегімен езіп аламыз. Езіп алдым, осындай болып шықты. Енді осыны жаңағы формочкамызға құямыз қамырдың үстіне. Мен құйып алдым. Енді осылай шеттерін тегістеп аламыз. 180 градуста духовкада пісіретін боламыз. 50 минуттай. Менде 2 пирог шықты. Піскен түрі осындай. Өте дәмді болып шықты. Дәмі ауызда ериді. Сіздерге де кеңес беремін жасап көруге. Маған тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар.